Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың теңдеуіне арналған есептердің шығару жолын қарастырудамыз. Бізге берілген А және В вектор координаталарымен. Бұл екі вектор коллинияр емес, яғни коллинияр емес, бір-біріне параллель емес деген сөз, немесе бір түзінің бойында жатпайтын деген сөз. Осы вектордың әрқайсысы келтірілген бір n векторына перпендикуляр. Осы n векторының координаталарын табуымыз керек. Олай болса, бізге А векторы мен В векторының орналасуын қарастырсақ, А және В векторы. Бірақ бұл екі векторды біріктіріп жазатын болсақ, онда А векторына В векторын бір бағытқа, бір екеуін ұштарын біріктіретін болсақ, осы екеуі де n векторына перпендикуляр. Яғни В векторы да перпендикуляр, А векторы да n векторына перпендикуляр. Олай болса, бізге n векторының координатасын табуымыз керек. Ол бізде n векторының координатасы осы А және В векторларының векторлық көбейтіндісіне тең. Яғни бұларды бір өлшемді и, к векторлары арқылы жіктейміз. Алдымен екінші жолға А векторының координатасын қоямыз. 1, 2, минус 2. Үшінші жолға В векторының координатасы 3, 0, 4. Енді осыны есептейік. Алдымен бірінші жол, бірінші бағаны сызамыз. Енді оны практика жүзінде көрсете аламыз. Бірінші жол, бірінші бағаны сызған кезде қиылысында бізде и векторы ғана қалады. Сонда и векторы, оның координатасы 2, минус 2 және 0 мен 4. Енді бізге бірінші жол, екінші бағаны сызамыз. Бірінші жол, екінші бағанда қиылысында G векторы бар. Яғни бірінші жол, екінші бағанды болғандықтан таңбасы минус болады. Онда бізде қалады 1, 3, минус 2, 4. 1, 3, минус 2 және 4. Енді бірінші жол, үшінші баған. Бірінші жол, үшінші баған қиылысында бізде К векторы қалды. Онда плюс К векторы. Оның сәйкес координаталары 1, 2 және 3, 0. 3, 0. Енді осы әр анықтауышты жеке-жеке есептейтін боламыз. Сонда и векторында 2 мен 4-дің көбейтіндісі 8-ден азайтамыз, минус 2 мен 0-дің көбейтіндісі 0-ды. Минус G-да 1 мен 4-дің көбейтіндісінен азайтамыз, минус 2 мен 3-дің көбейтіндісі минус 6-ны. Плюс К-да 1 мен 0-дің көбейтіндісі 0, азайтамыз, 2 мен 3-дің көбейтін 6-ны. Сонда бізде не қалады? Бірінші 8G, бұл жерде плюс 10, минус 10G және минус 6К. Сонда n векторының координатасы бізде болады тең. Абсцисса 8-ге, ординатасы минус 10-ға, ал аппликатасы минус 6-ға тең болады екен. Балалар, сонда бізде кез келген коллинияр емес екі векторға перпендикуляр болатын нормаль вектордың координатасын табуға болады. Біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың теңдеуін. Келесі кездескенше сау болыңдар.